Так, ендеше бастайық. Балалар, бұл нұсқа талдау Қазақстан тарихы 2025. Бүгін біздің ә, бүгін сол нағыз ұбыттың сұрақтарын талдайтын боламыз, иә, которые осы соңғы бір екі үш күндікте келген, соңғы бір аптада келген сұрақтар деп айтайыншы. Соның барлығын қарап шығатын боламыз. Так, сосын сол бойынша тағы айтып отыратын боламын. Окей, бірінші сұрақ не дейді? 19 ғасырдың ортасында дейді, Жайық пен Алтайдың арасындағы тайпаларды біріктірген мемлекет. Қандай мемлекет? Қимақ, Қимақ. Қарахан, Қарлұқ. Арай жауап беріпті бізде. Әрине жауап болады кім? Қимақ болады, иә? Жауап қимақ болады. Қимақ екені айдан анық қой. Алтай мен Жайықтың арасында, яғни былайша айтқанда солтүстік шығыс, солтүстік батысты мекендеген орта ғасырда бір-ақ қана тайпа бар. Ол қимақтар. Қалған тайпалардың барлығы, например, Қыпшақ, Қыпшақтарды есептемей ақ қояйық, қимақтардың замандасы оғыздарды алатын болсақ, немесе қарлұқтарды алатын болсақ, немесе тағы да басқа тайпаларды алатын болсақ, олардың барлығы негізінен қайда өмір сүрді? Олардың барлығы Қазақстанның оңтүстігінде өмір сүрді. Сосын сол сондықтан жауап кім болады? Қимақтар болады. Енді қимақтарға байланысты бұтыда келіп қалу ықтималдығы жоғары сұрақтар. Өткен сабақта уже біреуін айтып кеттік. Қимақтардың тарихы туралы зерттеген араб географы дейді. Ол кезде біз әл-Идриси деп жауап бердік. Одан бөлек қимақтардың жаңағы билеушісі туралы сұрайды. Қимақтардың билеушісі туралы да бізде бірнеше сұрақ бар. Сообщение келіп отыр ғой. Так, қимақтар туралы бірнеше сұрақтар келіп жатыр. Сол қимақтардың барлығы да келетін сұрақтардың бірі қимақтардың билеушісі кім болды? Оларды да қаған деп атады, қимақтардың билеушісін. Еще қимақтарды егіншілікпен және сауда саттықпен айналысатындығы туралы да біраз жазбалар қалдырды. Оның барлығы туралы ондай ақпаратты бізге кім берді? Әл-Идриси деген ғалым берген болады өз жазбаларында. Содан кейін тағы да бір қоятын сұрақ қимақтарға байланысты. Қимақтарды тарих сахнасынан ығыстырған қай тайпа? Қалай ойлайсыңдар? Кім айта алады? Кім ығыстырды? Әрине жауап болады қыпшақтар. Қыпшақтар ығыстырды қимақтарды тарих сахнасынан. Жақсы, енді кеттік әрмен қарай. Екінші сұрақ. Енді мына жақта Қыпшақ, Қарахан, Қарлұқтар туралы білесіңдер ғой. Қыпшақтар тоже 11 ғасырдың басында қимақтарды ығыстырып, қимақтардың құрамында болған, кейін қимақтардан бөлініп, қимақтармен соғысып, оларды жеңіп, олардың орнына өзінің мемлекетін құрған жалғыз мемлекет, жалғыз хандық, былайша айтқанда. Қарахан деген ол бізде жетісу аймағында өмір сүрген мемлекет. Қарлұқтар болатын болса, қарахандықтардың несі? Қарахандықтарға дейін неде өмір сүрген? Жетісуда өмір сүрген. Негізінен қарлұқтар мен қарахандықтар бір халық қой. Мына Қараханды құрған Қарлұқ тайпасынан шыққан Сақтық Бұғрахан деген кісі. Әрине ол туралы тағы алда тесттерде келеді, сол кезде айта жатармыз. Келесі сұрақ. Ақпан революциясы нәтижесінде құрылған үкімет дейді. Патша үкіметі, жауап бер. Үкімет. Патша үкіметі, патша үкіметі, қос үкімет дейді. Уақытша үкімет. Уақытша үкімет, молодец, Әйгерім. Кеңес үкіметі дейді. Жарайды, Әйгерім, сіз не дедіңіз? Уақытша үкімет дедіңіз, иә? Жауап уақытша үкімет емес. Ақпан революциясы нәтижесінде билікке келген ол бізде қос үкімет болады. Неге қос үкімет? Мен өткен сабақта сендерге айттым, иә? Кеңес үкіметі 1917 жылы Қазан революциясы нәтижесінде билікке келіп дедім. Уақытша үкімет 1917 жылдың шілдесінде билікке келіп дедім. Ал қос үкімет 1917 жылдың ақпанында билікке келді. Точнее айтатын болсақ, бізде екінші Николайға қарсы 1917 жылы Петроградта төңкеріс болады. Соның нәтижесінде екінші Николайды тақтан құлатады да, оның орнына жаңағы қос үкімет билікке келеді. И ол қос үкіметтің құрамында екі үкімет болады, уақытша және кеңестер. Түсінікті ғой? Ол сұрақ туралы сендерге айттым. Жауап
қос үкімет болады. Ал мына патша үкіметі деп отырғанымыз бұл Ресей империясы. Yani императордың билігі, билік құрған жүйесін патша үкіметі деп атайды. Жақсы, келесі сұрақ. 16 ғасырдың бірінші ширегінде жайықтан еділге ығысқандар дейді. Яғни 16 ғасырдың бірінші ширегінде жайықтан еділге ығысқан тайпа қазақ ығысқандар кімдер? Қазақ хандары, орыс патшалары, ноғай мырзалары, шайбан ұрпақтары кімдер? Кім айта алады? Ы, Аян айтыпты. Ағай айтып жатырмыз, қарап қойыңызшы ау дейді. Жақсы, Аружан, жақсы жауап бердіңіз. Ноғай мырзалары дейді. Так, шайбани ұрпақтары дейді. Так, кімде қандай вариант бар? Чатты бүйтіп ашып қойыңызшы, көріп отыратындай қылыпшы. Сонымен кім айта алады? Так, шайбан ұрпақтары дейді. Ешкімде вариант жоқ па? Д дейді, иә. Жақсы, С дейді, ноғай мырзалары. Жақсы, бұл жерде вариант ноғай мырзалары деп айтып отқандардікі дұрыс. Неге? Себебі қазақ хандары, орыс патшалары, ноғай мырзалар, шайбан ұрпақтарында айтқан кезде біз территорияға қарап анықтай салсақ та болады да. Біз айтамыз ғой, 16 ғасырда жайық пен еділдің бойының аралығында өмір сүрген тарихты. Ол әрине кімдер? Ноғайлықтар өмір сүрді, дұрыс па? Жайық пен еділдің ортасында. Если жайық пен еділдің ортасында ноғайлықтар өмір сүретін болса, получается жауап С болады, ноғай мырзалары болады. Қалған варианттар бізде келмейді. Сондықтан ұбт ның кезінде, пожалуйста, неге мән береміз? Сұраққа да мән береміз. Өйткені кейбір жағдайда Қазақстан тарихында дүниежүзі тарихымен салыстырғанда сәл жеңілірек қой. Сондықтан ана не бар? Жайықтан еділге, яғни сұрақтың өзінде жауапты тауып алуға болады. Ал ол үшін не істеу керек? Ол үшін кітаптағы информацияларды оқу керек. Яғни сендерде базовый білім болу керек, балалар. Мысалға, қазір мен уже біраз оқушылар тапсырып шығып жатыр, мен танитын оқушылар да бар, басқа курстарда. Көп курстардың қазір жіберіп жатқан қателігі, көп оқушылардың, олар материал жаттап кіреді, негізі мен байқадым. Оны қайдан білуге болады? Мысалға, жаттағаннан кесірінен функциональный сауаттылық болмағаннан кейін, оқымағаннан кейін обработанный сұрақтарды жауап бере алмайды адамдар. Мысалға, моңғол шапқыншылығы деп бір ақпаратты жаттап алуы мүмкінсің, бірақ варианты ол саған басқаша вариантта келуі мүмкін да, атауы. Сондықтан жаттауда емес, маңызды тақырыпты оқуда. Яғни сол кезде сендер нормально игересіңдер. Сонда жауап қайсысы болады? Ноғай мырзалары болады. Енді келесі сұрақ. Есет Көтібарұлының оқиғаларын хронологиялық реттілікпен орналастырыңдар дейді. Яғни, Есет Көтібарұлының кім екенін білесіңдер. 19 ғасырдың 50-ші жылдары Елек өзенінің бойында патша үкіметіне қарсы көтеріліс ұйымдастырған даңқты батырлардың бірі. Абақ деген рудан шыққан, білесіңдер. И бұл кісі кәдімгідей патша үкіметімен ашықтан ашық шайқасқа шыққан және патша үкіметінің ең негізгі қарсыласы болды. Жақсы. Бұл жерде варианттар. Аян айтып жатыр. А, 1А, 2В, 3С деп жатыр. Иә, айтып жатырсыздар. Жақсы. Енді бұл жерде так тоқталайық. Міне, так, не дейді? Хронологиялық реттелін көрейік. Елекке шабуылдады дейді. Қашан? 1838 жылы. Елекке қашан шабуылдады? 1838 дейді. Жем өзеніне жазалаушы отрядпен 1847, патша үкіметімен достасу 1858. Яғни, жауап былай ғой, қысқаша айтқанда, Елекке Есет Көтібарұлы шабуыл жасайды 1838 жылы, бірінші рет патша әскерімен шайқасады, Тасталқанын шығарып жеңеді. Сосын 1847 жылы Жем өзенінің бойында екінші рет шайқасады, бірақ ол жерде тең түседі 50-50. И 1858 жылы уже бүкіл күшті, когда патша үкіметі Есетке қарсы бағыттаған кезде, Есет халықтың қанын төкпей, патшаны жеңе алмайтындығын түсінгесін, оған беріледі. И сонда бізде 1А, 2В, 3С. Сонда жауап қай жерде келіп тұр? Жауап 1С, яғни жауап В болады екен. Алло, қайда кетіп қалды ол? Д болады екен. 1А, 2В, 3С. Келесі,
Александр Македонский қарсы шығудың арқасында тәуелсіздіктерін сақтап қалды. Кімдердің? Сақтардың, соғдылардың, сарматтардың, скифтардың. Енді логикалық сұрақ. Александр Македонский жалпы қазақ даласына қашан шабуыл жасады? Аян сақтар деп жауап беріп отыр. Тағы кімде қандай вариант бар? Аян жақсы біледі бұл вариантты, Арсен екеуі. Сонымен Александр Македонский қашан келді қазақ даласына? Біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырда келеді Македонский қазақ даласына. И оның ең негізгі қарсыласы Орта Азия халықтары болады. А Орта Азия халықтарының қатарында соғдылар мен сақтар болады негізгі күш. Дұрыс. 336-323 жылдары біздің заманымыздан бұрын билік етті. Дұрыс айтасыз, Македонский. Енді осы Александр Македонский не істейді? Осы Александр Македонский Орта Азияға шабуыл жасайды біздің заманымыздан бұрын 4-ші ғасырда. И оған соғдылықтар отпор береді. Түсінікті ғой. Бірақ соқтылықтар отпор беруге тырысқанымен олар бере алмайды отпорды, потому что олардың басшысы Спитаменді олар Александр Македонский тұтқынға түседі да, олар соғдылықтарды жаулап сақтардың жеріне келеді. Бірақ сақтар өзінің ерекше соғыс қабілеттілігінің арқасында Македонскийға төтеп беріп, оны қайтарып тастайды. Сонда жауап кім болады? Ол бізде сақтар болады екен. Жақсы. Енді келесі сұрақтың жауабы, келесі сұраққа тоқталайық. Құрбанғали Халидтің қазақтар туралы еңбегі қандай? Даналық кітап, Тауарих Хамса, жылнамалар жинағы, түрік тілдер сөздігі деп аталады. Әрине жауап бізде болады Тауарих Хамса. Неге? Себебі даналық кітап деген ол бізде кім? Даналық кітап деген ол Диуани Хикмет деген еңбек. Ол кітаптың авторы бізде Қожа Ахмет Яссауи деген кісі. Түсінікті ғой? Ал жылнамалар жинағы деген, оны немесе не деп атайды? Жылнамалар жинағы қазақша Жамиғ ат-Тауарих деп аталады, түркше атауы. Оның авторы Қадырғали Жалайри болып табылады. Түрік тілдер сөздігі это Диуани лұғат ат-түрк дейді. Оның авторы Махмұд Қашқари. Түсінікті ғой? Сондықтан жауап Тауарих Хамса деген болады. Тем более бұлардың бәрі каждый разный эпохада өмір сүрді. Мысалы Тауарих Хамса, Құрбанғали Халид, ол 19-шы ғасырдағы танымал жазу нелердің бірі, қоғам қайраткерлерінің бірі, ағартушы. Келесі сұрақ. Абылай ханның саясатына тоқталайық дейді. Енді балалар, Абылай ханның саясатын толықтай түсіну үшін бізде не бар? Ана Зерделінің кітабы бар ғой, сендердің қолдарындағы. Сол Зерделінің кітабын Абылай хан деген тақырыпта ашсаңдар, 2-ші бөлімін. Сол жерде Абылай ханның саясаты деген арнайы кішкентай жаңағы қай бетте екенін ұмытып ақпарат бар. Сол ақпаратты жаттап алыңыздар. Особенно ішкі саясатқа байланысты. Өйткені сол жердегі варианттардан сұрақ алынуы мүмкін. Ол енді мектеп кітабында ғой, мектеп кітабынан алады да негізінен. Бірақ Зерделінің кітабында ол ақпарат бар, сондықтан сол жерден қараған ыңғайлы болады. Бүгін білем, Ахмет Байтұрсынұлы келіпті, қазақ хандығы келіпті, сосын кім келді? Ташенов қайталанып келіпті. Жұмабек Ташенов бірнеше рет қайталанып жатыр екен. Тоже Ташеновты оқып шығу керек, қайталап шығу керек. Ертең біз Ташеновты талдаймыз бұйырса. Так, енді мына жерде сұрақ. Абылай ханның саясаты қандай болды дейді. Так, қазақтарды отарлау келмейді. Қытайды бағындыру тоже келмейді. Хандықты билік жою тоже келмейді. Неге? Хандық билік жою ол Ресей империясының мүддесі, қазақтарды отарлау Ресей империясының мүддесі, Қытайды бағындыру ол қазақтардың ол кезде күші жеткен жоқ. Сондықтан жауап біреу ғана. Қазақ хандығын бір орталықтандырған биліктен басқару. Неге ондайға келді? Себебі жоңғар шапқыншылығының кезінде қазақтар бір орталыққа бағынбаған мемлекет болды. Сондықтан осыны сақтап аламыз. Келесі, Қазақ АКСР хронологиялық реттілікпен орналастыр дейді. Яғни Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы. Так, енді мына сұраққа толықтай жауап берейік. Енді Қазақ АКСР дегеніміз ол мына неден кейін құрылады? Азамат соғысының барысында. Барыс емес, азамат соғысынан кейін ол практически құрылатын мемлекет. Қазақ АКСР деген. Лениннің бастамасымен құрылады, и ол кәдімгі құрылу үшін үлкен документациялық процестен өтеді. И қазір біз сол Қазақ АКСР-ның құрылуына маңызды қабылданған шешімдерге
жылмен жеке-жеке қарайық. Так, Аян жақсы жауап беріп жатыр, молодец. Аружан жауап беріп жатыр. Сосын кім бар? Окей, Нұрмұхаммед жақсы. Так, қазақ акср құрылды дейді. Қазақ акср бізде құрылады 1920 жылы. Неге? Өйткені 1920 жылы Алаш автономиясы құрады да, оның орнына қазақ акср құрылады. Алғашқы құрылтай съезі өтті дейді, яғни қазақ акср-ның негізгі мәселелерін талқылайтын алғашқы съезд 1925 жылы Қызылорда қаласында өтеді. Түсінікті ғой? Және оған дейін жалпы алғашқы қазақ акср құрылтай съезі өткенге дейін енді 1918 жылы нені жойып жіберді, қоқан автономиясын жойып жібереді ғой. Сол қоқан автономиясын халқына соны жойып жібергеннен кейін мына орталық азияларда жеке ұлттық мемлекеттер құру керек болатын. Сол себепті 1924 жылы Лениннің бастамасымен ұлттық межелеу саясаты деген жүргізіледі. Сөйтіп Орта Азия аумағындағы халықтарды бөліп тастайды, шекарасын, яғни Орталық Азияның қазақтарымен сосын Орта Азияның мемлекеттерін өзара бөліп бастайды. Түсінікті ғой? Сол кезде так, 1А, 2В, 3С дейді. Қайсысы болады жауап? 1А, 2С, 3В. 1А, 2С, 3. Жоқ, тұра тұрыңдар. 1А, 2В, 3С. Белгіледім беген. Міне А екен ғой, 1А, 2В, 3С. Жауап А болады екен бізде. Так, келесі. 1990 жылы қазанда қабылданған құжат. Так, Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақ елі жарғысы, Қазақ КСР декларациясы, так, қылмыстық кодекс. Әрине болады Қазақ КСР декларациясы дейді. Яғни Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының декларациясы. В общем, былай ғой, 1990 жылдардан, 1986-87 жылдардан бастап кеңес үкіметін уже құлайтындығы айдан анық болады. Сондықтан 1990 жылы Қазақ КСР декларациясы қабылданады. Яғни Қазақстан, Қазақ КСР, яғни Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы ашық түрде өзінің тәуелсіз ел екендігін жариялайды. Бірақ кеңес үкіметінен бөлініп кетпейді. Сөйтіп 1991 жылы кейін 16 желтоқсанда официально бөлініп кетеді. Дұрыс айтасыңдар, 1990 жылдың 25 қазанында қабылданады бұл құжат. Дұрыс айтасыңдар. Так, оны бүйтіп өзгертіп қоя салайыншы. 25 қазан деп ше. 25 қазан. Сосын мына жақта Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы қабылданады. Қазақ елі жарғысы деген бұл Барлыбек Сыртановтың 1917 жылы жазған несі, алғашқы конституциясы. Осының негізінде Алаш декларациясы қабылданады. Және так, мынау қылмыстық кодекс, ол енді ол сендерге керек емес, ол 1994 жылы ма сондайда қабылданады. Енді бізде Қазақстан Республикасының Конституциясы, Арсен, дұрыс айтасың, бізде екі конституция қабылданды. 1993 жылдың 28 қаңтары бірінші конституция, 1995 жылдың 30 тамызында екінші конституция қабылданады. Енді бұл жерде бізде жауап қайсысы болып тұр? С болады екен. Жақсы, келесі сұрақ. Қазақ халқының өмір сүруінің өзі проблемаға айналды деп айтқан ғалым, меніңше сендерге бұның астын сызып көрсеттім. Әрине бұл кім болады? Ахмет Байтұрсынов. Яғни қазақ халқының өзінің өмір сүруінің өзі проблемаға айналды дейді. Неге? Бұл фраза қайдан шықты? Ана 1916 жылы 25 маусымда білесіңдер ғой, патша жарлығы шығады қазақтарды тыл жұмысқа, ана халықтарды тыл жұмысқа тарту туралы. Сол кезде қазақтардың көбісін соғыс майданына алып кетеді келісімсіз. Жаңағы сол кезде Ахмет Байтұрсынов соны ашық не істейді, сынайды. Дұрыс айтасыңдар. Алихан Бөкейханов 1905 жылы кадеттер партиясынан шықты, сен дұрыс айтасың. Тағы соғыс мақаласының авторы деп айтасыңдар. Еще ана 1916 жылғы 25 маусымда қабылданған жарлықты Бақытжан Қаратаев не істеп тастайды, сынап тастайды заң бойынша. Ол да жоба. Так, одан кейін мына жақта Мәшһүр Жүсіпке байланысты келетін сұрақ. Так, бізде Нұрмұхаммед, Арсен жауап беріп жатыр. Так, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының кім екенін білесіңдер,
мың тоғыз жүз елу сегіз 1931-де өмір сүрген, жаңа баянауыл ауданында дүниеге келген танымал тұлғалардың бірі, тарихшы, философ, қазақ мәдениеті мен әдебиетіне қызмет еткен адам. Енді мәшһүр жүсіп көпейұлы бұл да не тұлғалардың бірі. Тұлғалар міндетті түрде неде келеді, аталады контекстте. Сосын мен жіберген ана 20 нұсқа бар ғой, наурыздың алдында жіберіп қойған, соларды тағы бір оқып шығыңыздаршы өздеріңіз үшін. Оның ішінен де кейбір сұрақтар келіп жатыр екен. Бүгін мына үйсін мемлекеті туралы сұрақ келген. Соны тоже қарап шығыңдар, хорошо. Мәшһүр оның ішінде бар деп ойлаймын, тоже бір қарап шығыңдар. Так, енді не дейді? Мәшһүр жүсіптің мәшһүр атағының мағынасы қандай дейді. Негізі мәшһүр жүсіптің атағы, шын есімі мәшһүр емес, мәшһүр деген тіркес жоқ, оның шын есімі жүсіп көпейұлы ғой. Бірақ оны адамдар мәшһүр деп атаған, оның білімі мен даңқы үшін, білімі үшін, түсінікті ғой. Сондықтан жауап қайсысы болады? А болады, иә. Ал енді сендерге бір сұрақ қойайыншы. Сайын хан деген мағына қандай мағынаны білдіреді? Сайын хан деген қандай мағына білдіреді? Ақылды деген мағынаны білдіреді. Иә, дұрыс, ақылды хан деген мағынаны білдіреді. Жақсы. Енді келесі сұрақ, мәшһүр жүсіп туған округ дейді. Мәшһүр жүсіп бізде дүниеге келген округ Сырдария, Ырғыз, Баянауыл, Қарқаралы. Ол солтүстікте туды. Солтүстікте бізде бір-ақ қана округ болды, бұл Баянауыл. Түсінікті ғой? Сол қалған региондар бізде келмейді. Жақсы. Келесі сұрақ, Қамар Хазіретпен жазған еңбегі қалай деп аталады? Ер тарғын, ер олжабай, едіге батыр, еңсегей бойлы ер есім. Ер тарғын деген бұл ноғайлардың шығармасы, ноғай мәдениетінің шығармасы. Жауап ер олжабай болады, иә. Едіге батыр да ноғай кезеңінің жаңағыда шығармасы. Соны тоже ұмытпаймыз. Еңсегей бойлы ер есім деген бұл бізде кім бар ғой? Жиынбет жырау, оны кейбір деректе марғасқа жырау дейді. Иә, соның несі, еңсегей бойлы ер есім деген соның шығармасы, Есім ханға қарсы жазған. Келесі сұрақ, мәшһүр жүсіп көпейұлы білім алған медресе Көкілташ, Бестамақ, Сарыағаш, Нұрмүбарак. Әрине жауап болады Көкілташ болады. Себебі Көкілташ Баянауылдағы солтүстіктегі ірі медреселердің бірі. Бестамақ, Сарыағаш, Нұрмүбарак келмейді, себебі Бестамақ Ақтөбеде орналасқан, Сарыағаш Шымкентте, Нұрмүбарак бұл университет Алматыда орналасқан. Сондықтан жауап Көкілташ болады. Келесі, Сарыарқаның кімдікі еңбегінің авторы дейді. Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев, мәшһүр жүсіп көпейұлы және Шәкәрім Құдайбердіұлы. Жауап дұрыс, Антени дұрыс жауап берді, С болады. Мәшһүр жүсіп көпейұлы болады бізде. Мәшһүр жүсіп көпейұлы. Мәшһүр жүсіп көпейұлы болады. Шоқан Уәлихановтың белгілі еңбегі ол қырғыздардың көшіп-қоны деген кітабы болады. Ол көп сұралады. Так, Шәкәрім Құдайбердіұлының көп сұралатын еңбегі Қалқаман Мамыр. Одан кейін нені жазады ол? Қайын сауған и қазақ хандардың қазақ түрік хан хамдар шежіресі деген сол еңбегін жиі сұрайды. Жақсы. Келесі, жоңғар шапқыншылығына байланысты. Енді білесіздер, 18 ғасырдың 50 жылдары қазақ даласында не болады? Жоңғар шапқыншылығы болады. Мына жерде контекстте жоңғар шапқыншылығы туралы айтылған. Енді жоңғар шапқыншылығы туралы түсіну үшін бірінші жоңғарлар қайдан шықты? Сол сұраққа бір жауап беріп кетейік. Жоңғар деген кім? Жоңғар деген мына кезінде ойрат деген тайпа болады. Моңғолдардың қол астында өмір сүрген, моңғолдардың оң қанаты болған. Кейін мына Моңғолияның батысында Алтайдың етегінде өмір сүріп қалады. Сол ойраттар кейін 16 ғасырда өзара соғысып екіге бөлініп кетеді. Жоңғар және ноғай деп. Ноғайлар батысқа кетеді, жоңғарлар сол жерде қалады. Көп ұзамай 1635 жылы сол неде қалған ойраттар, Алтайда қалған ойраттар өз мемлекетін құрады. Қалай? Жоңғар мемлекетін құрады. Енді сұрақ, бәрің айтып жатсыңдар ғой, 1635 жылы жоңғар мемлекеті құрылды деп. Енді бәріңе сұрақ, кім жауап береді? Жоңғар мемлекеті негізін қалаған кім? Молодец, Гүлназым, дұрыс айттың. Бізде болады кім? Әрине Батыр Қонтайшы. Яғни Батыр Қонтайшы бізде жоңғар мемлекетінің негізін қалаған екен. Иә? Сосын дала жарғысы деген оның өзінің арнайы заңы болды, Батыр Қонтайшының. Сол заңның негізінде
жоңғар мемлекетін құрды. 1640 жылы шықты ол заң, дұрыс. И теперь тағы один еще вопрос. Кім жауап береді екен? Жоңғар, так, дала жарғысы деген не пайда болады? Так, қонтайшы, билеушісі. Бір сұрақ бар, менің ойымда ұмытып қалып тұрмын. Жоңғарларға байланысты. Бір танымал сұрақ бар. Қазір есіме түседі, сосын айтамын. Так. Мына жерде бір тағы сұрақ есіме түсіп кетті. Бізде Үстемір деген кім? Кім біледі? Үстемір деген кім? Кім біледі? Үстемір. Үстемір деген кім? Жауап берсеңдерші. Қалмақ тайпасының билеушісі. Үстемір. Қалмақ емес. Звание, жоғарыдан званиясы. Жоқ. Үстемір деген это у нас адам. Үстемір деген, Сол звание. мен даже фильмін көрсеттім ғой сендерге. 1457 жылы шабуыл жасамай ма кімдерге? Қазақтарға. Қазақтарға емес. Сығанақты батып алатын Үстемір ағай. Иә, дұрыс айтасың. Әбілқайыр ханмен шайқасып Шайбан. Әбілқайырмен. Дұрыс, молодец. 1457 жылы нені сығанаққа соққы жасаған Үстемір. Түсінікті ма? Үстемір. Оны тоже ұмытпаңдаршы, оны тоже ұбт-да келеді ол Үстемір. Ол былай келеді. 1457 жылы Әбілқайырды сығанақ түбінде талқандаған ойрақ қолбасшысы дейді. Үстемір деп жауап бересіңдер. Жақсы. Келесі. 1400 қанша? 57. Рахмет. 1457. Жақсы. Келесі. Жоңғарлар Қазақ хандығына басып кірген мезгіл дейді. Жаз, қыс, көктем, күз. Әрине болады бізде жауап жаз, қыс, көктем. Әрине көктем болады жауап, дұрыс па? Неге? Өйткені екі себептен. Қазақтар көктемде төлдейді. Иә? Қазақтар көктемде төлдейді, жаңағы малдары. И сосын көшіп-қону қиын болады. Сосын как раз уже қыстаудан көктемге шыққанда еще біз жинала бастаймыз. Сол кезде бізде абдырап қаламыз да, андай. Соғысқа дайын болмаймыз. Сол периодты пайдаланады да шабуыл жасайды. Келесі сұрақ. Молодец, дұрыс, Аян жауап берді. Келесі. Қазақ хандығына шабуыл жасау себебі дейді. Әрине дұрыс, иә, жайылымдық жерлер. Жалпы жоңғарлардың қазақ даласына шабуыл жасаудың бірден-бір себебі это жайылымдық жерлер. Неге? Себебі жоңғарлардың өздерінің жері плодородность өте төмен болды. Яғни егістікпен айналысуға, малмен күнелтуге қиын болды. Сосын ол алады да бөлініп, жаңағы не істеп кетеді, қазақ даласына көшіп кетуге мәжбүр болады. Жоқ, отарлау келмейді Арман. Неге келмейді? Себебі отарлау деген ол жаулап алудан, мен сендерге айттым ғой, отарлау мен жаулап алудың разницасы бар. Жаулап алу это когда сен барып бір аймақты күштеп басып аласың, отарлау деген сол аймақты полностью не істейсің, жаңағы ішкі жүйесін құртып, ішкі системасын құртып, толықтай өзіңе бағынышты ету. Түсінікті ма? Яғни жаулап алу деген күшпен жаулап алу, барып, физикалық тұрғыдан. Отарлау деген ол экономикалық тұрғыдан бірнеше жыл бойы ішкі саясатына араласып, экономикалық кедергі келтіріп жаулау. Яғни оның кәдімгі структурасы бар, ол отарлауға келмейді. Түсінікті ғой? Бізді отарлады орыстар, жоңғарлар отарлаған жоқ, олар бізге шабуыл жасады. Сондай. Так, келесі сұрақ. Жәңгір ханның жеңіске жету себебі неде дейді? Озық ойлы жоспардың құрылуы, озық технологиялар, әскер санының көптігі, қару-жарақтың мықтылығы. Әрине болады озық ойлы жоспардың құрылуы. Яғни бұл озық ойлы жоспардың құруын қайдан білеміз? Қайдан біз айта аламыз? Ой, осылай да осылай Жәңгір хан жеңіске жету үшін, жоңғарларды жеңу үшін озық ойлы жоспар құрды деп қай историяны мысалға келтіре аласыңдар? Ямаларға кіргізген дейді Гүлназым. Дұрыс айтасыз, Орбұлақ шайқасы. Ағай былай болды ғой. Анау бірінші екі таудың ортасына әскерлерін жинады, оның алдына жер қазып, сол ямаларды қазды, бетін шөппен жауып, астына тіке найзалар қойды, аттармен шауып келіп соған құлады анау.
и сосын олар әскерлерін бөлді төбеге қарай. Төбеден садақпен атты. Иә, дұрыс айтасыңдар. Орбұлақ. Иә, дұрыс айтасың, Гүлназым. Яма ғой, ямаға түсіреді. Иә, Орбұлақ шайқасы. Дұрыс келтірдіңіздер. Орбұлақ шайқасы. Сөйтіп, Орбұлақ шайқасы не істейді жаңағы? 1643 жылы болады. Орбұлақ деген таудың бойында Аян сипаттағандай 600 жауынгермен төтеп берді. Жаңағы стратегияны жоғарыда айтқан Аянның түсіндіріп берген тактикасына байланысты озық ойлы жоспар құрды деп соны айтып жатыр. Түсінікті ғой. Сол жеңісінен кейін Жәңгірге қандай атақ береді халық? Қандай атақ береді халық? Салқам, дұрыс. Салқам Жәңгір. Айбынды деген мағынаны білдіреді. Улгаз деп айтып еді. Улгаз. Қандай улгаз ол? Жақсы. Ол ипыр ғой, улгаз деген. Айбой. Кеттік әрмен қарай. Ойлап қоямын, улгаз қалай Жәңгір қолданады деп. Қорықты елі қолданып отырмыз ол кезде. Келесі. Алғаш. Жоқ. Келмейді. Жәңгір хан болады жоқ. Алғаш жоңғарлармен соғыс жүргізген қазақ ханы кім болады? Әрине, жауап болады бізде Жәңгір хан. Яғни Жәңгірге дейін жоңғарларға ешкім қарсы төтеп соғыспаған. Именно Жәңгір жоңғарлармен соғыс үшін тарихтың есінде мәңгі қалды. Ал Жәңгірден кейін жоңғарлармен соғысқан оның баласы Тәуке хан. Тәукенің кезінде біз атпор беріп, қазақ даласынан оларды қуып шықтық. Жақсы. Так, жауаптарыңыз бар, сұрақтарыңыз бар ма? Маған қоятын тағы? Так, сұрақ жоқ та, думаю. Егер сұрақтарың болмаса, былай істейміз. Мен сендердің қолдарыңа, Дина енді кіріп жатсыз ба? Қолдарыңа ертең бізде тағы сабақ болады, бұйырса. Сол кезде біз не істейміз? Жаңағы тақырыптық нұсқа талдаймыз, еще тағы бір нені талдаймыз. Осындай слив сұрақтарын талдаймыз, ертең тағы апарам. Хорошо? Сондықтан дайындалып жүріңіздер. Мына видеозаписті мен YouTubeға салып, ссылкасын жіберем. Және осының ішіндегі осы тестті солай мен сендерге тоже жіберем. Ана өткен сабақта талданған бар, мына талданған тест бар, екеуін бірге жіберем. Жақсы ма? Ағай, слифтар қай тақырыптардан келіп жатыр? Слифтар ма? Қандай темалар? Жоламан Тіленшұлыдан өте көп, Жоламан Тіленшұлы келді дейді бүгін. Сосын Жұмабек Тәшенов екінші рет қайталанды бүгін. Бірақ ағай, танда кіргендерге уже танда кірген нұсқа түсте келмейді. Ол түсінікті ғой, жоқ, ал сен қате түсініп тұрсың. Бізде жазып қалыпты мен оны. Сен алай түсініп тұрсың. Я, ол солай болады, но это не говорит о том, типа, мысалға, түстен келетін сұрақ, кешкісін келетін сұрақ, олар абсолютно разный болады деген түсінік жоқ. Мысалға, Жұмабек Тәшенов таңертең де келуі мүмкін, түсте де келіп қалуы мүмкін. Бірақ басқа сұрақтар басқаша болады. Или Жұмабек Тәшенов ертеңгі күнге келіп қалуы мүмкін. Типа андай жоқ, абсолютно новый сұрақтар деп олай алмайды. Просто кейбір орын ауыстырып қоюы мүмкін. Осы нұсқа маған азында келген, түсте де кірген оқушыға келді менің достарыма. Дәл осы нұсқа. Бәсе, еще кеше кімде айтып отыр? Мұхаммед те солай айтып отыр. Ол еще бүгін тағы бір сұрақтар білдім, типа қазақ АКСР-не сайланғандар екінші съезіне ме, бірінші съезіне, сол адамдар туралы сұрапты. Бәсе, келіп жатыр ол. Думаға сайланғандар. Бәсе, Думаға байланысты, сұрақтар келіп жатыр, ол ауадан алмайды ғой, кітаптан алады ғой бәрібір. Бізге жақта деп едіңіз ғой, сол сұрақтар келіп жатыр. Мысалы бүгін таңда басқа бір нұсқа келді. Сосын бүгін Нұрдан кіріп шықты ғой. Оған вообще басқа сұрақтар келді дейді. Басқа контекст, басқа сұрақтар. База толықпен ауысты дейді тарихтан. Жарайды, жақсы. Нұрдан мен қазір өзім шығып сөйлесем, қандай нелер келді, варианттар тоже сұрап аламын. Ертең тағы талдаймыз, хорошо, дайындаламыз, окей? Жақсы. Аз уақыт қалыпты, жақсы. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Салам.